Assalamu alaikum dostlar. Бүгін міне челленджіміздің 3-ші күні. Бүгінде 5000 ретке жеткізуге тырысам. Астағфирулла деп айтып. Бұлай жасауымыздың себебі әркімде енді әрқалай проблема болады. Біреуде қаржы жағынан, біреуде денсаулық жағынан, біреуде отбасы жағынан. Міне сол проблемалардың шешімі ретінде бізге күнделікті Аллах тағаладан барынша көбірек кешірім сұрау керек. Ол жай ғана бір-ақ сөз, бір сөздің өзін жүрекпен сезініп айту керек. Астағфирулла, 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 астағфирулла деп күнделікті қандай тірлік жасап жүрсек те, яғни лас емес таза жерде жұмыс істеп жүрген кезде немесе көлікте кетіп бара жатқанда, автобуста ма, маңызды емес қай жерде кетіп бара жатсаңыз да, ең басты таза Алла тағаланың есімін еске алатындай таза жерде жүрсеңіз, онда айтуға постоянно айтып жүруге кеңес беремін. Бұл енді өз басыма өте жақсы көмектескен әдістердің бірі. Бүгінде енді Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе 5000-ға жеткізуге тырысамын. Біз енді осымен 3-ші күн. Бәріңізге сәттілік. Аман сау болыңыздар.